Қонаев қаласында Қазақ ұлттық спорт университеті мен Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжат өңірдегі білім беру мен спорт саласының байланысын күшейтуге бағытталған. Меморандум спорт резервін даярлау және бірлескен білім беру, оқу, жаттығу, ғылыми әдістемелік жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Сондай-ақ семинарлар мен тренингтер өткізу, бұқаралық спорттық іс-шаралар ұйымдастыру мен жастарды спортқа тарту жоспарланған. Бүгінде университетте дене шынықтыру мұғалімдерімен қатар реабилитолог, психолог, жаттықтырушылар мен ұлттық спорт түрлері бойынша мамандар даярланады. Тараптар енді білім беру бағдарламаларын бірлесе әзірлеуді көздеп отыр. Бізде қазір физкультура мамандығын оқып, тек қана жаттықтырушы болып жатады, болмаса мектепте мұғалім болып жатады. Ал бұл университетте оқып шыққан спортшыларымыз болашақта профессор, одан бөлек психология бар ол жерде. Спортқа керекті жаңағы диетолог дейді, бүкіл спортқа Америкадағыдай керекті мамандардың бәрі бар. Сол себептен бір тек қана жаттықтырушы болмаса мұғалім болу пәнін ғана таңдамайды. Бұл жерде әр спортшы өзіне керекті мамандықты таңдап, сол мамандықпен болашақта жұмыс істей алады. Бұл меморандум бізге бірінші мақсатта еліміздің спорт саласына жоғарғы білікті мамандар даярлау, бірігіп даярлау, мына спорттық функционерлерді даярлауда білім беру бағдарламаларын бірінші мақсатта біздер жұмыс берушілермен бірге дайындаймыз. Және те мына қазіргі бар спорттық функционерлердің біліктілігін арттыру, одан әрі жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру, магистратура деңгейінде, докторантура деңгейінде осындай мәселелерді көздейтін осындай үлкен бір құжатқа қол қойып жатырмыз.